Қайырлы күн, құрметті қарасайлықтар. Біз Казбизнес клуб жас кәсіпкерлер клубының өкілі ретінде өзіміздің позициямызды айтқымыз келеді. Әсіресе мынау порог 15 миллион теңге плюс НДС-дің 20%-ға дейін өсуіне қатысты. Біз түбегейлі қарсымыз. Және өздеріңіздің пікірлеріңіз астына жазыңыздар. Әрине, розничный налог бізде 4%, кейбір облыстарда, кейбір аудандарда білесіздер 2%-ға дейін төмендетілген. Немесе сол дүниені бізде жүзеге асырсақ Алматы облысы ретінде, немесе біраз әлде ойланып, толықтырып, 20%-ық дүниені және 15 миллион теңгелік порогқа қатысты ақылдасып, дұрыс шешім қабылдасаңыздар сұраймыз. Себебі бізге қазір көптеген кәсіпкерлер осыған қатысты сұрақтарын жолдауда. Және осы кәсіпкерлікке қатысты бүкіл ұйымдарға бір өтінетініміз, сіздер де өз ойларыңызды, позицияларыңызды білдіріп, билікте отырған басшыларға жеткізсеңіздер.